Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қуырдақ тағамын дайындайтын боламыз. Қазақтың ұлттық тағамы. Видеоны басынан аяғына дейін толық қарап шығыңыз. Сіздермен болған Аяжан. Бізге қуырдақты дайындау үшін картоп, жуа, талақ, бауыр, өкпе, бүйрек, бауыр, одан кейін жүрек және ет керек болады. Ең алдымен біз бауырды жақсылап кесіп аламыз. Ең алдымен біз өзімізге керек заттардың барлығын рет-ретімен осылай ұсақтап кесіп аламыз. Қазақстанның әр өңірінде қуырдақты әртүрлі дайындайды. Бір өңірде тек қана еттен дайындаса, бір өңірде картоп қосады. Біздің осы оңтүстік Қызылорда облыстың қуырдақты дайындау әдісі осылай. Мен сіздерге өз әдісімен бөлісейін, көріп тамашалаңыздар. Бұл жерде бауыр, талақ, өкпе, бүйрек және жүректі осылай шағындап, төрт бұрыштап, ұсақ-ұсақ етіп бөліп турап алдым. Одан кейін етті де дәл сол қалпында осы бауырлардың көлемінде етіп турап аламыз. Осының барлығын турап алып болған соң, енді картопымызды, одан кейін жуамызды салып, әдемілеп турап аламыз. Қуырдақ қазақтың ұлттық асы болып саналады. Еттен кейін орын алатын қазақ халқының сүйікті тағамдарының бірі десек артық айтпаймыз. Осылай қазанға майымызды құйып аламыз. Сосын менде жаңа бүйректің айналасындағы және соғымнан келген осындай майлар бар ғой, іш май деп айтады. Соны бірінші осы сұйық майыма салып, шыжғырып, қуырып алдым қызарғанша. Мен бұны тастамаймын. Неден өткізіп, мясорубкадан өткізіп, нан пісіргенде арасына шыжық ретінде салып жіберетін боламын. Осылай ең бірінші етімізді, одан кейін жаңа немізді, бүйрек, өкпе, талақ, сосын жүрек барлығын араластырып қуырамыз. Бір айта кететін нәрсе, бұл жерде бауырды бірден салмаймыз. Бауыр өзі тез пісіп қалатын болғандықтан, оны ең соңғы жағында жаңағы картоптың үстіне салатын боламыз. Жаңағылардың барлығын жақсылап араластырып, үстіне тұз, бұрышын қосып, дәмін келтіріп, жақсылап араластырамыз. Неге мен бұрыш қосам? Өйткені бұрыш осы қуырылатын тағамдарға ерекше дәм береді. Жақсылап қуырып алған соң, астын осылай басып, мен жарты сағат осының суы аздап тартылғанша, жай баяу өзі пісірілгенше қойып қоям. Одан кейін жуасын салам. Жуасын салғаннан кейін тағы да 10-15 минут жуасы қуырылып кеткенше әдемілеп қуырам міне. Одан кейін барып, енді картопын салам. Оның үстіне бауырды салам. Сосын тұз, бұрышын барлығын, енді қосатын приправаңыз болса, қуырдаққа арналған, соны салып қосып жіберсеңіз болады. Егер ұнатпасаңыз, тек қана тұз қоссаңыз болады. Мен бұл жерде аздап приправа қосып жібердім. Куриный приправа. Міне менде дайын болды. 40 минут әдемілеп бұқтырдым. Өз сөлінде, одан бір жаңағы бір салғаннан кейін мүлдем араластырған жоқпын. Бетіне зелендерін, пиязын, жуасын қойып, әдемілеп осылай қонақтарға ұсынамыз. Негізі өзінің бабымен, сөлімен, баяу отта пісірілген қуырдақ өте дәмді болады. Егер менің видеом ұнаса, достар, толықтай көріп, менің каналыма подписка жасап, және де тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Ұнаса, комментарий қалдырамыз. Ас болсын!